Кезінде біз банктерге көмектестік, енді банктердің бізге көмектесетін кезі келді. Кеше мемлекет басшысы үкіметтің кеңейтілген отырысында осындай бір месседжді айтты. Армысыздар, бұл GG студия. Бүгінгі қонағымыз Нұртай Сабильянов мырза, мәжіліс депутаты. Қош келдіңіз. Осы месседжге тоқталайықшы. Бұл қалай іске асады ертең? Қалай көмектесе алады? Жалпы 2017-2020 жылдары мемлекет бюджеттен, ұлттық қордан банкілерді қолдауға, олардың жағдайын жақсартуға қаражат бөлді. Біраз банкілер қайтарды. Бірақ дегенмен де әлі көп қаражат банкілерде жатыр. Олар қайтаратын ой жоқ. Енді ол 15 жылға, 10 жылға берілген шығар. Бірақ қазір банкілердің жағдайы жақсы ғой. Мысалы 2023 жылғы деректерде қарайтын болсақ, банкілердің, жалпы Қазақстан банкілерінің алған жаңағы табысы, тапқан табысы 9,6 триллион екен. Бұл 20 жылмен салыстырғанда 2 есе көп. Яғни банктердің жағдайы жақсарып келе жатыр. Және 2023 жылы банктың акционерлері 600 миллиард теңге дивиденд алған өздері. Сондықтан да, егер дивиденд алатын болса, неге өздері жеке дивиденд алады да акционерлер, а неге мемлекеттің ақшасын қайтарып бермеске? Егер сондықтан да үкімет пен ұлттық банк қайтарту керек ақшаны. Қалай қайтартадық? Жолдарын айтсаңыз. Оларға қайтартатын ол қазір банктердің түскен табысын қарайды. Соған байланысты банктерге жаңағы талап қояды қайтару туралы. Уақыт беру керек, енді 1 жыл ма, 1,5 жыл ма, одан артық уақыттың қажеті жоқ. Өйткені банктердің табысы өте жақсы қазіргі кезде. Соны қайтарып, ол ақшаны ары қарай біз экономикаға ары қарай жұмсауымыз керек. Одан кейін банктер ешқашанда мына өзінің кәсіпкерлерге беретін кредитінен сыйақыны түсірмейді ғой. Қазір 20-25%-ға кетіп қалды. Ондай банктердің ондай жаңағы несиесімен біз ешқашанда экономиканы дамытпаймыз. Кәсіпкерлік субъектілері дамымайды. Сондықтан да үкімет ұлттық банкпен бірлесе отырып, жеңілдетілген несие жүйесін қалыптастыру керек. Ол қалай болады? Кепілге қою шарттары қайта қаралады. Ол бірінші, мысалы, жаңағы мемлекеттен жаңағы облигация шығару арқылы ақша тартып, 7-10%-дан асырмайтындай қып, біз шағын және орта бизнеске жаңағы несиені беруге осындай жүйе енгізуіміз керек, жағдай жасауымыз керек. Екінші, президент айтты, үлкен мәселе бұл, егер бизнесмен, кәсіпкерлік субъектісі кредит алайын десе, оның кепілге қоятын мүлігі жоқ. Оның жұмыс істеліп жатыр, бәрі бар, бірақ кепілге қоятын мүлігі жоқ. Сондықтан да президент тапсырма берді. Үкіметпен қазір ұлттық банк осыны қарап, яғни кепіл жаңағы қорын жаңағы құру керек деді. Оған енді ұлттық жаңағы компаниялар, жергілікті атқарушы органдар өз тиісінше жарнасын беріп отырады. Ол өте дұрыс. Өйткені бұл жаңағы кәсіпкерлерге несие алуға үлкен мүмкіндік тудырады. Бұны толық қолдап, осы биыл бұны енгізу керек, құру керек. Сол арқылы кәсіпкерлер жаңағы өзіне кепілді іздемейді. Әрине, ол мысалы ақша тапқанша, табыс тапқанша, онда кепіл болмайды, ол түсінікті нәрсе ғой. Ол табыс таба бастағаннан кейін ол жаңағы ғимарат алады, ол техника алады, одан кейін барып кепілге қоюға болады. А бұл жерде ол бастаған кезде ол кепілге қоятын еш нәрсесі жоқ, сондықтан да кредитті де ала алмайды. Осы жағына басты назар қазір аударылып жатыр. Оны біз толық қолдаймыз. Және заңнамалық негізде оған қалыптастырамыз. Кәсіпкерлерде енді осыған келдік қой. Кеше өзекті жұрт арасында көп талқыланған тақырыптың бірі ол қосымша құн салығы болды. Бұған қатысты енді парламент пен үкімет бірігіп осы мәселені жан-жақты қарап, кәсіпкерлердің де ой ескерілуі тиіс деген дүниелерді айтты. Сіз осы жүйеде жүрген адам ретінде бұл тұста не нақты ескерілуі керек деп ойлайсыз? Жалпы қосымша құн салығын көтеру үшін алдымен осы құн салығын төлейтін кәсіпкерлік субъектілеріне талдау жасауымыз керек. Шағын, орта және ірі кәсіпкерлік субъектілеріне кім қанша төлеп отыр? Алдымен талдау жасайықшы. Мысалы, 12%-ді әзер төлеп отыр олар. Мысалы, импорттан товар алатын болса 12% төлейді. Ол онан кейін товарын сататын болса, оған тағы да қосып 12% төлейді.
Міне сондықтан да бұл біріншіден қазіргі кезде есептеуді талдауды қажет ететін мәселе. Оны талдау керек үкімет, және де әр кәсіпкерлік субъектісі бойынша жұмыс істелу керек. Біз мысалы өңірлерде бар ғой кәсіпкерлер, қалаларда бар, солардың орта шағын бизнесті қарауымыз керек. Ірі кәсіпкерлік. Өйткені бұл жерде оны айтып отырған себебім, ірі кәсіпкерлерге экспортқа товар шығаратындарға онша әсері болмайды бұның. Бұл шағын және орта кәсіпкерлерге шағын және орта бизнеске салмақ түсіреді. Өйткені экспортқа товар шығаратындар ол керісінше өзінің жаңағы шығарған, өзінің жұмсаған НДС-ке жұмсаған ақшасын қайтарып алады оларға. Оларға қолдау бұл олигархтарға. Сондықтан да бұл жерде қиындық көретін шағын және орта бизнес өкілдері. Сондықтан да оның үстіне, егер де олар 20% қосатын болса, НДС дейміз ғой, қосымша құн салық, онда олардың шығарып отырған товарлары, көрсетіп отырған қызметтері, онан кейін өнімдері қымбаттайды. Ол айналып келгенде тұтынушыларға кері әсерін тигізеді. Сондықтан да бұл жерде өте байыппен есептеп барып қана жасауымыз керек. Жалпы қосымша құн салығын өсіру арқылы бюджетті толтырам деу, ол енді былай айтқанда дұрыс емес. Бюджетті түсімін жағын қарастыруымыз керек. Ол үшін біз бүкіл кәсіпкерлік субъектілеріне жалпы талдау жасауымыз керек. Жағдай жасайық шағын және орта бизнеске. Олар төлейді ақшасын, қаражатын, салығын төлейді. Ал оларға берілетін кредит қымбат болып жататын болса, 20-25% болатын болса, салықты біз салып жататын болсақ, олар жұмыс істей ме әлде осы жаңағы кредиттермен салығын төлей ме? Сондықтан да бұл жерге өте байыппен қарауымыз керек. Жалпы бюджеттің шығындарын тағы да бір қарап шығуымыз керек. Ол жерде, яғни бюджетте дефицит қой бізде. Былтыр 3 триллионға түсім түспей қалды бюджеттің. Қайта нақтылау болды. Енді сол бюджеттің шығындарын қайда кетіп жатыр? Үлкен проектілер, жобалар бар. Олардың құндарын қарауымыз керек. Олардың, мысалы, ауылдық жерлерге су тартамыз, мысалы, ғимараттар саламыз, соларда жобалардың құнын қарасаңыз, 2 есе, 3 есе болып тұрады. Осы жағына да назар аудару керек жалпы. Сондықтан да ең бірінші осы бюджетке талдау жасап, оның кейін барып қане осы мәселелерге кірісуіміз керек. Тағы бір месседждің бірі, өңір басшылары халықпен етене жақын болу керек деді. Мемлекет басшысы ол үшін қоғамдық тыңдауларды көбірек өткізу керек деді. Арнайы әкімдер мектебінің жобасында енгізуді қарастырайық деді. Бұл жоба ненің негізінде қалануы мүмкін? Және оның негізгі функциясы қандай болуы мүмкін? Жалпы бұл жоба әкімдер мектебі деген жоба өте қажет. Өйткені әкімдер мектебі деген ол аты, ал негізгі мемлекеттік қызметкерлерді жаңа оқыту, оларға тәжірибе жинауға көмектесу, және олардың жұмыс істеуіне жағдай жасау ары қарай. Сондықтан да болашақта мысалы жастарды біз осындай мектептен өткізетін болсақ, яғни ауылдан бастап, ауылдық әкімдіктен бастап, қалалық әкімдікте, мысалы ауданда істейтін болса, одан кейін барып облыста, одан кейін барып министрлікте істейтін болса, осындай, онда оларда үлкен тәжірибе болады. А бізде қалай? Министрлікке келеді, не бизнесте істемейді, не өндірде істемейді, одан кейін ондағы жағдайларды білмейді. Сондықтан да көп қате жіберуі мүмкін. Ал негізі мемлекеттік қызметте істеп жүрген азаматтар адал болу керек, және халықпен ашық түрде сөйлесе алу керек. Біз мысалы өңірлерге барамыз, алдын ала кестемізді жариялап халықпен, сол халықпен ашық түрде кездесеміз. Қандай мәселе көтереді? Соның бәрін тыңдап жауап береміз. Міне, әр өңірдің басшысы, аудан, облыс, қала басшылары әр ауылға, жаңағы елді мекенге барып, халықпен ашық кездесу өткізіп мәселесін шешуге атсалысса, көптеген мәселені шешуге болады. Көптеген мәселе жергілікті жерге байланысты болып отыр. Мемлекеттік қызметкерлер кей шешімге келгенде батылдық танытпайды делінді. Неліктен, қалай ойлайсыз? Енді бір жағынан олар жалтақтайды, басшыларына жалтақтайды. Мысалы аудан, облыс не дейді деп қарап отырады мысалы.
Онан кейін облыс, республика үкімет маған рұқсат бере ме деп қарап отырады. Сондықтан да бұл жерде жалпы әкімдердің құзыретінде қайта қарап мүмкіндікті беруіміз керек. Бірақ жауапкершілік болу керек. Ақша жұмсадың ба? Объектіні сал, онан кейін оның сапасына жауап бер. Жауап бермейсің ба? Жауапкершілікке тартылуың керек ол. Бізде көп жерлерде осы жауапкершілік жоқ. Алмайды ешкім жауапкершілікті. Тендер жариялап қояды, мемлекеттік сатып алу. Одан кейін оны компания ұтып алады, ал ол ұтып алған компания объекті салмайды, сапасы салады, немесе жұмсалған ақша мақсатына сай жұмсалмайды. Айналып келгенде ауылда су жоқ, мектеп сапасыз, жаңағы объектілер сапасыз болады. Бірақ ешкімде жауапкершілікке тартылмайды. Міне осы жерде әкімдердің жауапкершілігін біз қарастыруымыз керек. Жақсы. Нұртай мырза, бүгін біздің студияға келіп көкейіміздегі сауалдарға жауап бергеніңізге рахмет. Рахмет сіздерге.